Балалар, biz bugün сендердің кітаптар әлеміне саяхат жасаймыз. Кітап заманымыздың өмірі, ол кәрі. Кітап арабтың жазу деген сөзі. Кітап рухани қазына, өмір айнасы, тарих шежіресі, оқу тәрбие құралы. Балалар, алғашқы кітап жазу құпиясын кімдер білген білесіңдер ме? Оны дін бастырған монахтар ғана білген. Яғни еврей тіліндегі Таурат, Қытай тіліндегі Конфуция. Артықбай деген баланың қолына түсті ме? Мен Сотқарбай деген баланың кітабын. Ол менің парақтарымды жұтып алып, кейде жасап, ұшырып ойнағанда қой демеді ғой бір үлкен ағасы. Шіркін, ондай-мұндайды қойбасын. Артықбай деген бала? Тәуірі тұрсаншы, біз қайда келдік өзі? Ой, мазамдырмыш. Өйткені тірлігі бар болсын, одан да парақтарымның жыртылып, жерге ұшып кеткені жақсы. Бол соншама. Осындай халден сен ғана түстің ба? Біз де күт қой. Өй, сенімсің, сыртың көп күтім. Ал балалар, енді сендердің алдаларында кітаптар мұңы қойылымын көрсетеміз. Балалар, бұл қойылымнан сендер не түсіндіңдер? Кітапты таза ұстауымыз керек, сыртын қаттауымыз керек.